Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 145 сабақ. Есептеудің және есептерді шығарудың тиімді жолдары, тиімді тәсілдері. Бүгін екінші және үшінші тапсырманы қарастыратын боламын. Екінші тапсырманы оқимын. Амалдардың қай қасиеті тиімді есептеуге көмектеседі? Әрине, көбейтудің терімділік қасиеті. Қазір мен бірінші, екінші бағанды көрсетем балалар, үшінші, төртінші бағанды дәл сондай тәсілменен өздеріңе орындауға болады. Солай ғой балалар? Демек, екінші тапсырма 190 мен 5-тің көбейтіндісін 2-ге көбейтуіміз керек. Әрине, көбейткіштердің орнын ауыстырғанмен көбейтінің мәні өзгермейді. Сол себептен көбейтудің терімділік қасиетін қолданамыз. Мысалы, 190-ды жақшаның сыртына шығарып, 5 пен 2-нің көбейтіндісін жақша ішіне алуымызға болады. Неге? Өйткені 190-ды 5 пен 2-нің көбейтіндісі әрине 10 болады. Демек, 10-ға көбейткен бізге ыңғайлырақ. 10-ға көбейтетін болсақ, әрине 190 мен 1-дің көбейтіндісі 190, соңынан әкеп 1 нөлді тіркейді екенбіз. Демек, 1900-ге тең болады екен. Енді екінші тапсырма 5 көбейтілген 630 мен 4-дің көбейтіндісі дейді. Енді қалай ойлайсыңдар балалар? Бізге қалай ыңғайлы болады? Енді бұл жерде де 630-ды жақшаның сыртына шығарып, не болмаса 5 пен 4-дің көбейтіндісін алып, одан кейін 630-ға көбейтуімізге болады. 20 көбейтілген 630 деп. Я болмаса 630 көбейтілген 5 пен 4-дің көбейтіндісі деп есептеуімізге болады. Әрине, бұл көбейтудің терімділік қасиеті. Я балалар, 5 пен 4-дің көбейтіндісі әрине 20. 630-ды 20-ға біз қалай тұрған жерінде көбейте аламыз. 20-дағы 1 нөл мен 630-дағы 1 нөлді жазып, 2 нөлді. Енді 3 пен 2-нің көбейтіндісі 6, 6 мен 2-нің көбейтіндісі 12 деп тұрған жайында осылай көбейтуімізге болады екен. Яғни 12600-ге тең болады екен. Ыңғайлы тәсіл дегеніміз, мысалы 630-ды 5-ге немесе 4-ге көбейту, одан кейін екінші көбейткішке көбейту бізге кішкене күрделірек болады. Демек, 5 пен 4-дің көбейтіндісі 20 болды. Енді келесі тапсырма 639 көбейтілген 4, 639 көбейтілген 4 көбейтеміз 5-ке. Дәл жаңағындай тәсілді қолдануымызға болады. 639-ды жақшаның сыртына алып, 4 пен 5-тің көбейтіндісін жақша ішіне алуымызға болады. 639-ды 20, былай. Енді сендер балалар карандашпен көрсетіп, болмаса ауызша істеуге болады. Мен сендерге түсінікті болу үшін мен қазір жақшаның мәнін жоғары жағына жазып қойып жатырмын. Көбейткенде ыңғайлы болу үшін. Енді 1 нөлді былай жазып, 9 пен 2-нің көбейтіндісі 18, 8-ін жазып 1 ойда, 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6, ойдағы 1 менен 7, енді 6 менен 2-нің көбейтіндісі 12, 12780. Яғни көбейтудің терімділік қасиетін қолданып жатырмыз, балалар. Енді келесі тапсырма 7250-дің 2-ге көбейтіндісін, 7250-дің 2-ге көбейтіндісі жақша сыртында көбейтеміз 5-ке дейді. Дәл жаңағындай 7250-ді жақша сыртына шығарып, жақша ішіне 2 мен 5-тің көбейтіндісін алуымызға болады. 10-ға көбейткен тіптен ыңғайлы, балалар. 7250-ді 10-ға көбейтетін болсақ, 7250-дің соңына 1 нөлді тіркесек жетіп жатыр. Демек, 72500-ге тең болады екенін.